Барша зейнетақы алушылар көріңіздер, хабардар болыңыздар. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз, кейде арнамызға жазылып лайк басынбаңыз. Қазақстанда 2025 жылы әлеуметтік төлемдер мен зейнетақы мөлшері көтерілмек. 2025-27 жылға арналған республикалық бюджет аясында Қазақстанда әлеуметтік төлемдер мен зейнетақы мөлшері айтарлықтай ұлғайтылды. Бюджет жобасына сәйкес 2025 жылы әлеуметтік салаға 9078 триллион теңге бөлінді. Бұл 2024 жылмен салыстырғанда 794 миллиард теңгеге көп. Қаржы министрі өкілдерімен берілген құжатта бюджеттің қомақты бөлігі әлеуметтік бағытқа жұмсалатыны көрсетілген. Негізі бағыттар бойынша өзгерістер. Зейнетақы төлемдері артады. 2025 жылы зейнетақы төлемдеріне 5,26 триллион теңге бөлінбек. Бұл сома 2024 жылмен салыстырғанда 626 миллиард теңгеге көп. Ынтымақты зейнетақы мөлшері 3,49 триллион теңгеге дейін өседі. Базалық зейнетақы төлемдері де артады. Бұл қаражат 2,52 миллионнан астам адамға жұмсалады. Базалық зейнетақы төлемдер Қазақстанда өмір сүру деңгейіне сәйкес белгіленіп, зейнеткерлердің ең төмен қажеттіліктерін қамтуы тиіс. Әлеуметтік жәрдемақылар өседі. Әлеуметтік төлемдерге бөлінетін қаражат 2025 жылы 2,2 триллион теңгені құрайды. Балалары бар отбасыларға төленетін жәрдемақылар 1,9 триллион теңгені құрайды. Мүгедектігі бар азаматтарға және ерекше санатты азаматтарға төленетін жәрдемақылар 2025 жылы 925 миллиард теңгеге дейін ұлғайтылады. Зейнетақы көлемі және айлық көлемі асуын қаласаңыз, видеомыз астында өз лайктарыңызды аямаңыздар, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз қымбатты көрермен. Кәне видеоролигіміз астына қанша лайк жиналады екен көреміз. Сау, сәлеметте болыңыздар.